Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. 11-ші күн. Өзіңді жақсы сезіну, ашу-ызадан арылу. Бүгін ашумен жұмыс істейміз. Оны қалай өңдеуге және одан жанын ауыртпай қалай арылуға болады. Ішкі дүниемізден жағымды эмоцияларды қалай көбірек орын босата аламыз, соны түсінеміз. Күнде өзіңмен сөйлесіп сүйікті екеніңді айтып отыру қалай екен? Айнаға қарап өзіңді құттықтауға бірнеше минут уақыт бөліңіз. Сіз эмоцияларыңызға терең үңіліп өткенді жөніне жібере бастадыңыз. Енді ойыңызда аффирмациялардың позитивті лентасын ойнатып үйреніп жүрсіз. Осы уақытқа дейін жеткен жетістігіңізді тойлаңыз. Мен сізге және сіздің айнамен жұмысқа деген адалдығыңызға тәнтімін. Өткеніңізді зерттеп, эмоцияларыңыздан біртіндеп арылып жатқанда өзіңізге немесе белгілі бір оқиғаға бағытталған ашу-ызаны байқаған боларсыз. Сондықтан бүгін кешіріммен жұмыс істеуге және өзіңізді жақсы сезінуіңіз үшін кез келген ашудан құтылуға көмектескім келеді. Ашу өте шынайы сезім. Бірақ ол сыртқа шықпай қалса немесе онымен дұрыс жұмыс істемесе, ол іште өзі өңделеді және көбінде қандай да бір ауруға немесе дисфункцияға айналады. Әдетте біз бір нәрсеге айналып келіп қайта-қайта ашуланамыз. Ашуланған кезде оны білдіруге құқығымыз жоқ сияқты сезінеміз, сөйтіп оны жұтып қоямыз. Мұның соңы реніш, күйініш немесе депрессияға апарып соғуы мүмкін. Сондықтан ашумен жұмыс істеп, одан уақытылы арылып отырған жөн. Егер ашуды сыртқа күш арқылы шығарғыңыз келсе, қолыңызға жастық алып соққылаңыз. Ашуды табиғи жолмен шығарудан қорықпаңыз. Сіз сезімдеріңізді тым ұзақ сақтап келдіңіз. Ашуланғаныңыз үшін ұялып немесе өзіңізді кінәлі сезінудің қажеті жоқ. Ашумен күрестің ең жақсы әдістерінің бірі кімге ашулысыз сол адаммен ашық сөйлесу. Біреуге айқайлағыңыз келіп жүрсе, демек ашуыңызды көптен бері жиналып күшейіп кеткен. Бұл көбіне сіз ол адаммен ашық сөйлесе алмағаннан болады. Ал енді ашуды шығарудың екінші ең жақсы жолы айнадағы адаммен сөйлесу. Айнамен жұмыс бүкіл сезімдеріңізді сыртқа шығаруға көмектеседі. Менің шәкірттерімнің бірі кеудесін кернеген долы ызадан арыла алмай біраз қиналды. Ол өз сезімдерін ақылмен түсінетін, бірақ сыртқа білдірмейтін. Айнамен жұмыс кезінде ол өзіне айқайлауға рұқсат берді. Осылайша анасы мен маскүнем қызын неше түрлі атпен атап ойындағысын дауыстап айтатын болды. Ренішінен арылған кезде жүрегіндегі ауыр жүктің ғайып болғанын сезді. Кейінірек қызы үйіне қонаққа келгенде әйел оны қайта-қайта құшақтап өксігін баса алмады. Ол ашу-ызасынан құтылып, орнына махаббатқа жол ашты. Соның арқасында осының бәрі мүмкін болды. Көп адам маған басқа адамға ашуы тарқаған кезде өздерін қаншалықты бақытты сезінгендерін айтып жатады. Бұл иықтан үлкен ауыртпашылық түскен кездегідей ерекше сезім. Ішкі күйіңізге үңіліңіз және ашуыңыздың жауабы бар екенін, оны таба алатыныңызды біліңіз. Медитация жасап, сол ашудың денеңізді тастап ұшып бара жатқанын елестетудің шипасы зор. Сіздің ашуыңыздың объектісі саналатын адамға ойша махаббат жолдаңыз және осы махаббат екі ортадағы кез келген араздықты қалай жоқ қылатынын көріңіз. Екеуара үйлесім құруға дайын болыңыз. Мүмкін бойыңыздағы ашу сіздің басқалармен жақсы қарым-қатынаста еместігіңізді еске салатын шығар. Осыны түсінгеннен кейін сіз жағдайды түзете аласыз. Аффирмация айтайық. Осындай сезімдерімнің болғаны қалыпты нәрсе. Бүгін мен сезімдерімді жақсы жолмен білдіремін. 11-ші күннің айна жаттығуы. Бірінші, сізді ешкім мазаламайтын, өзіңіз жайлы қауіпсіз сезінетін айнасы бар жер табыңыз. Көзге тіке қарау әлі де ыңғайсыз болса, назарыңызды ауыз не мұрныңызға аударып әкетіңіз. Үшінші, өзіңізге немесе сізге жамандық жасады деп ойлап жүрген адамға қараңыз. Оған ашуланған сәтіңізді еске түсіріп, сол араздық пен реніш тұла бойыңыз арқылы өтіп жатқанын сезініңіз. Ол адамға неге сонша ашуланғаныңызды айтыңыз. Бойыңыздағы бүкіл ашу-ызаны сыртқа шығарыңыз. Нақты нәрселерді келтіріп айтыңыз. Мысалы, былай деп бастауға болады. Мен саған ашулымын, өйткені себебін көрсетіңіз. Қатты ренжідім, себебі сен себебін айтыңыз. Менде үлкен қорқыныш бар, өйткені сен себебін атаңыз. Төртінші, барлық ренішіңізден арылғанға дейін бұл жаттығуды бірнеше рет жасауға тура келуі мүмкін.
Сізде бір адамға деген ыза ғана емес, жалпы ашудың басқа түрлері болуы мүмкін. Оның бәрімен жұмыс істей аласыз. Сіз үшін қайсысы дұрыс болса, соны жасаңыз. Ғаламат күш ішіңізде. 11-ші күннің күнделік сұрақтары. Бірінші, өміріңіздің көп бөлігін ашумен өткіздіңіз бе? Долдану секілді жағымсыз сезімнен алу үшін өзіңізге мына сұрақтарды қойып көріңіз. Неге мен үнемі ашуды таңдаймын? Мені ашуландыратын жағдайдан кейін оны түзеу үшін не істеп жатырмын? Осы әрекетіммен кімді жазалап жүрмін? Басқалардың мені ренжітуіне себеп болатындай не істеп қойдым? Екінші, енді өзіңізге мына сұрақтарды қойып жауабын жазыңыз. Менің қалауым не? Мені не бақытты етеді? Өзімді бақытты ету үшін не істей аламын? Үшінші, өзіңді жақсы сезіну үшін ішіңдегі жаңа кеңістікті қалай құруға болатынын ойланып көріңіз. Оптимистік көңілді мінез құлық пен сенімді шаблонын қалай жасауға болатыны жайында толғаныңыз. 11-ші күнгі жүректегі ойлар. Жақсы көңіл күйге лайықпын. Өмір өте қарапайым. Бастан өткен тәжірибеміз біздің ойлау және сезім үлгілеріміз арқылы жасалады. Өзіміз және өмір туралы не нәрсеге сенсек, сол нәрсе біз үшін шындыққа айналады. Ой дегеніміз жай ғана бір-бірімен байланысты сөздер. Олардың сол күйінде ешқандай мағынасы жоқ. Оларға мән-мағына беретін өзіміз. Санамыздағы жағымсыз ұғым түсініктерге қайта-қайта назар аудара отырып оларға маңыз береміз. Сезімдерімізді не істейміз, бәрінен маңыздысы сол. Біз олармен ойнаймыз ба? Әлде басқаларды жазалаймыз ба? Қайғы, жалғыздық, кінә, ашу және қорқыныш мұның бәрі қалыпты эмоциялар. Бірақ осы сезімдер бәрінен алға шығып басым рөл ойнаған кезде өмір эмоционалды шайқас алаңына айналуы мүмкін. Айнамен жұмыс, өзіңді сүю және позитивті аффирмация арқылы өзіңді нұрландырып, еңсеңді басқан кез келген уайымнан арыла аласыз. Сіз эмоционалды өміріңізде жан тыныштығына лайықпын деп ойлайсыз ба? Қане келіңіз аффирмациямен бекітейік. Менің игілігіме қарсы тұратын санамдағы шаблоннан арыламын. Мен өзімді жақсы сезінуге лайықпын. 11-ші күннің медитациясы. Дертіңізге дәру сыйлайтын сәуле. 11-ші күннің аудиосы. Жүрегіңіздің ортасына терең үңіліп ғажап түсті жарықтың кішкентай нүктесін табыңыз. Оның түсі шынымен де сондай әдемі. Бұл сіздің махаббатыңыз бен емдеуші энергияңыздың орталығы. Жарықтың кішкене нүктесі қалай дүрсілдеп соға бастағанын қараңыз. Соққан сайын ол жүрегіңізді толтырып кеңейе береді. Бұл нұр денеңіз арқылы тура төбеңізге және саусақтарыңыз бен баспайларыңыздың ұшына қарай таралып жылжып жатыр. Сіз осы әдемі жарық пен сүйіспеншілік және емдік қуатыңызбен жарқырап тұрсыз. Бүкіл денеңізді осы жарық тербесін. Өзіңізге былай деп айтыңыз. Алған әр тынысым арқылы соғып келемін. Бұл нұр денеңізді ауру сырқаудан тазартып, денсаулығыңызды қалпына келтіретінін сезініңіз. Содан кейін бұл сәуле сізден жан-жаққа тарала бастасын, сонда сіздің емдік қуатыңыз оған мұқтаждардың бәріне шипасын тигізеді. Емге мұқтаж жандармен махаббатыңыз бен нұрыңызды, емдік қуатыңызды бөлісу қандай мәртебе. Сіздің шуағыңыз ауруханалар мен қарттар үйлеріне, балалар үйлеріне, түрмелерге, психиатриялық ауруханаларға және басқа да үмітсіз мекемелерге түсіп үміт, жылу және тыныштық әкелсін. Ол сіз тұратын қаладағы әрбір үйге тарасын. Қай жерде азап пен қасірет бар болса, сіздің махаббатыңыз бен нұрыңыз, емдік қуатыңыз мұқтаж жандарға дәстке қуат болсын. Жер шарына өзіңіз көмектескіңіз келетін бір орынды таңдаңыз. Бұл шалғайдағы бір мекен немесе жай ғана осы жақын маңдағы бұрыш болуы мүмкін. Сүйіспеншілігіңізді, шуағыңыз бен емдік энергияңызды осы нүктеге шоғырландырыңыз және оның тепе-теңдік пен үйлесімге қалай жететінін бақылаңыз. Күн сайын өзіңіз таңдаған жерге сүйіспеншілігіңізді, нұрыңызды және емдік энергияңызды жіберуге 1 минут уақыт бөліңіз. Біз әлемге не берсек те ол бізге еселеп оралады. Махаббаттарыңызды беріңіз, нәтижесін көп ұзамай-ақ көресіз.